Өзін шектен тыс бағалайтын адам. Шын бақытқа жеткізетін жол біреу. Адамзаттың бәрін сүйіп елжіреу. Дәрістер бар үйренбеген біз әлі, алғашқысы ренжітпеу, ең соңғысы ренжімеу. Өзін шектен тыс бағалайтын адам бойында эгосы, яғни менмендігі шектен тыс көрініс табады деген сөз. Көп жағдайда мұндай адам қоғамда мансапқа беделге ие. Өзгелерден мақтау естуге әдеттенген. Бала кезіндегі тәлім тәрбиесінде шектен тыс еркелету оның негізгі мінезін бұзған. Алайда әрбір мансапты беделді адам өзінің бағасын асырып жібереді де айтуға келмейді. Өмірде адамның өзін асыра бағалауына, дандайсынуына итермелейтін себептер болуы мүмкін. Дегенмен бұл жағымсыз қылық. Ал ең жағымсызы себепсіз туған астамшылық. Ислам діні мұндайға үзілді кесілді тыйым салған. Имам Муслимнің Сахих жинағындағы Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз Алла қиямет күні 3 пендемен сөйлеспейді. Оларды тазартпайды және оларға қарамайды. Сондай-ақ оларға ауыр азап бар деп, сол үшеуінің арасында тәкаппар кедейді атаған. Дандайсынуына себеп жоқ бола тұра өзін өзгеден жоғар санаған адамды меңзеген. Пақырдың қолында түгі болмаса да, тәкаппарланып өзін асыра бағалауына итермелейтін нендей себеп болмақ. Өзін шектен тыс бағалайтын адам төмендегі сипаттарымен танылады. Сын пікірді немесе насихатты қабылдамайды. Әрдайым өзінікін дұрыс деп санайды. Іс-әрекетінде асыра сілтеушілік байқалады. Әсіресе түймедейді түйедей етіп көрсетуге шебер. Өзгелерге үстемсініп дандайсып қарайды. Оның үнемі олар мені тиятындай кім еді? Сендер маған насихат айтатындай кімсіңдер? Сен маған үйрету үшін келдің бе деп жатқанын естисің. Бойындағы тәкаппарлық пен мақсаттану шегінен шығып, барлығынан өзіне ерекше мәміле, қарым-қатынас жасауын талап етеді. Адамдар оған үнемі лайықты құрмет көрсетпейді деп санайды. Өзін маңызды тұлға сезінеді, ал қалғандары оны бақылап, сол сияқты болғылары келеді де есептейді. Серіктері қызғанышпен қарайды деп ойлайды. Кешіруді, кеңшілікті танудың жолын білмейді. Керісінше, қатыгездік пен іштарлықтың былығына батып күн кешеді. Әрдайым қате кемшіліктерін кешірілетін болмашы іс санайды. Ал өзгелердің қате кемшіліктерін кешірілуі мүмкін емес ауыр іс көреді. Еңсесін даңғойлана көтереді, құдды ісініп тұрғандай болады. Басын менменсіп жоғары ұстайды. Өзімшілдікті, менмендікті білдіретін сөздерді жиі қолданады. Өзі жайлы басынан кешірген оқиғаларын жиі айтады. Сондай-ақ өзі ғана сөйлегенді жақсы көреді.